Құрметті достар, ораза айы қабыл болсын. Бәрілеріңізге денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Бүгін біздің кітапханамызға Темірбай аға келіп отыр. Ағаға қоятын бір-екі сұрағымыз бар. Аға, 5 парыз туралы айтып өтесіз бе? Енді иманында мұсылман болғаннан кейін 5 парызды орындауға бізге міндеттелген. Соның бірінші ла иляха иллаллах иманды келтіру. Екінші парыз намаз оқу. Үшінші парыз ораза тұту. Төртінші парыз ол бақуатты адам болса малына зекет беру. Бесінші парыз қажылыққа бару. Осы екі соңғы парыз ол жаңағы бақуатты адамдарға, мұқтаж адамдар енді бара алмайды ғой. Бақуатты адамдар баруға тиісті. Оларды ертең о дүниеде сұралады. Бұл екеуін неге орындамадыңыз деп. Егер біз жаңағы шамамыз келмеген адам бара алмаса, оған жаңағы сұраныс болмайды. Ал енді бақуатты адамдар ол парызды орындау керек. Рахмет. Біздің ауылдастарымызға, жерлестерімізге ораза айында айтатын тілектеріңіз болса, айтып өтесіз бе? Енді бұл ораза айында негізі Алла тағалам айтқан ғой, ораза өзім үшін өзім беремін жаңағы. Сонда ораза тұтқан дұрыс. Ораза тұтқан дегеніңіз намаз оқымасаңыз да тұтуға болады. 5 парыздың біреуі орындалған болып саналады. Сондықтан Рамазан айында тілек тілеп, бала шағаның тілегін тілеп, өзінің отбасының тілеуін тілеп, Рамазан айында ораза тұтқан дұрыс болады. Аға, кітапхана келгеніңізге көп-көп рахмет айтам сізге. Кітапхананың атынан рахмет. Отбасыңызға амандық тілеймін. Осылай кітапханаға келіп тұрып, бізге осылай тілегіңізді айтып, айтқан тілегіңіз қабыл болсын. Алла амандықта болыңыздар, ауылдастарым, бәрдеріңізге тілейтініміз денсаулық, мына сырттан келген індеттен сақтасын. Осы індеттен аман есен ауырып жатқан бауырларымыз, қарындастарымыз аман есен жазылып шықсын. Ғалымдарымыз осы індеттен құтылатын жол көрсетіп, Алла тағала осы індеттен құтылатын заман түсіп, мешітімізге халық келіп, 5 уақыт намазымызды оқып, жұма намазын өткізіп, Алла соған жеткізсін. Сау болыңдар, аман болыңдар. Құрметті достар, Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Отбасыларыңыз аман болсын. Қазақстанымыз гүлдене берсін. Амин.